Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып білім алушылары? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту. Бүгінгі сабақ мақсаты мынадай болмақ. 28 бен 3-тің көбейтіндісі, 269 бен 2-нің көбейтіндісі, 84 бен 3-тің бөліндісі, 538 бен 2-нің бөліндісі түріндегі 2-3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдануды үйренесің. Дәптерімізді ашып, бүгінгі ай-күнді жазайық. 8-ші ақпан сынып жұмысы. Оқулығымыздың 53-ші бетін ашайық. Сіздерде Шоқан Уәлиханов және Ыбырай Алтынсариннің суреті берілген. 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ мәдениетінің көрнекті өкілдері Шоқан Уәлиханов пен Ыбырай Алтынсарин өмір сүріп, құнды еңбектер жазған. Енді келесі Ыбырай Алтынсарин мен Шоқан Уәлиханов кім екенін есімізге түсіру үшін мынау амалдарды орындайық. Егер сіздер есептеудің ауызша тәсілдерін естеріңізге түсіріп, есептеп, өрнектің жұп мәндерін атасаңыздар, онда Шоқан Уәлихановтың кім болғанын табасыздар. Шыққан мәндер, тақ мәндерді атасаңыздар, онда Ыбырай Алтынсариннің кім болғанын еске түсіресіздер. Кәнеки балалар, ауызша есептеп көрейікші. 142 мен 2-нің көбейтіндісі нешеге тең? Жарайсыңдар, 284. Келесі, 21 мен 4-тің көбейтіндісі нешеге тең? Ауызша жауап берейік. Өте жақсы, 84-ке тең. 31 мен 3-тің көбейтіндісі? Керемет, 93-ке тең. 231 мен 3-тің көбейтіндісі нешеге тең? Жарайсыңдар, 693. 221 мен 3-тің көбейтіндісі нешеге тең? Өте жақсы, 663 болады. Келесі соңғы 32 мен 3-тің көбейтіндісі нешеге тең? Керемет, 96 болады. Балалар, енді сандарды оқиық. 284, 84, 93, 693, 663, 96. Бұл жерде тек қана тақ сандарды атаңыздаршы. Я, 93, 693, 663. Ал жұп сандар қандай болмақ? Дұрыс айтасыңдар. 284, 84, 96 сандары жұп сандар. Сонда Шоқан Уәлиханов бізде тарихшы, журналист, саяхатшы екен. Ал Ыбырай Алтынсариннің жазушы, аудармашы, педагог екенін білеміз. Келесі тапсырма номер 2. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте. Балалар, номер 2-ні шығармас бұрын жазбаша көбейту алгоритміне назар аударыңыздар. Қазір мен сіздерге түсіндіремін. Жазбаша көбейту алгоритміне назар аударайық. Бұл жерде балалар, бірінші көбейткіш 143, екінші көбейткіш 2. Бірінші көбейткіш 143 бірліктің астына 3, яғни 3 бірлігінің астына екінші көбейткіш 2-ні жазамын. Сосын көбейту амалын біз x түрінде белгілейміз бағандап көбейткенде. Енді бірінші бірліктерді көбейтемін. Артынан басталады. Бірліктер міне бізде 2 және 3 бірлік. Екеуін көбейтемін, 6 шығады. Бірліктердің астына 6 мәнін жазамын. Ондықтарды көбейтемін. 2-ге ондықты көбейтемін, 4-ті. Сонда 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8-ге тең. 8 санын ондықтардың астына жазамын. Бұл жерде ондық 4. 4-тің астына 8 жазылу керек. Келесі үшінші жүздіктерді көбейтемін. Жүздіктер 2-ге 1 жүздікті көбейтемін. 2 жүздікті 1 жүздіктің астына жазамын. Жауабын оқиық. 143 пен 2-нің көбейтіндісі 286-ға тең. Номер 3. Есептерді шығар. 19 ғасырда қазақтың тұңғыш ашылған мектептерінде бар жоғы 211 қыз оқыған. Бұл ұлдарға қарағанда 4 есе кем еді. Алғашқы мектептерде барлығы қанша оқушы оқыған? Есептің қысқаша шартын жазайық. Қыздар саны 211 екенін біз білеміз. Ұлдар саны белгісіз. Бұл ұлдарға қарағанда 4 есе кем.
Бұл бізде балалар жанама есеп. Сонда бағыттауыш сызық қыздардан ұлдарға қарай жүреді. 4 есе кем. Барлығы қанша оқушы екенін табу керекпіз. Балалар, бұл есеп 2 амалмен шығарылады. Қысқаша берілгенін жазып, шартын жазып, дәптерге шығара қойыңыздар. Келесі осы есепке қарай отырып, номер 4-ті өздеріңіз оқып шығара қойыңыздар. Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы. Берілген өрнектердің мәнін табамыз, бірақ мәнін таппас бұрын жоғары амалдарының үстіне амалдарының орындалу ретін жазып қоямыз цифрлармен. Бірінші мысалда 12 мен 21-дің қосындысын 3-ке көбейтіп 609-ға қос. Бұл жерде жақша бірінші орындалады. Ережеге сәйкес қосу амалы бірінші, бір цифрмен қосудың үстіне жазамыз. Екінші амал көбейту, үшінші амал қосу. Осы амал ретін орындағанда бізде өрнектің мәні 708-ге тең болады. Қалған есептерді өздеріңіз шығара қойыңыздар. Балалар, бұл жерде дескриптор әрбір дұрыс жауапқа 1 балдан және амалдардың орындалу ретін дұрыс көрсеткендеріңіз үшін 1 балдан. Сонда сіздерде барлығы 10 балдық қалыптастырушы бағалау тапсырмасы. Үй жұмысы номер 6-ны аласыздар, 54-ші бетте. Номер 6-да сіздерде өрнектер берілген. Сол өрнектердің біреуін таңдап алып, есеп құрастырасыздар. Сөзді есеп құрастырамыз. Тек өрнекті жазып мәнін таба қоймаймыз, сөзді есеп, қысқаша шарты, шешуі, жауабы болу керек. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.